Ассалаумағалейкум аңшылар. Бүгін аңшылық, Алла қаласа, Шибөріге аңшылыққа келдік. Негізі кеше келгенбіз. Кеше күні кеш бастадық. 1-2 сағат жүріп қайтайық деп. Сағат 4-5-тің кезінен күн батқанша жүрдік. Бір шибөрі алдық, бір түлкі қудық. Бұйырғаны мына жерде ауылға шибөрлер шапты деп қозыға соған саламат бауырымыз шақырған, қонақ болып кетіңдер деп соған қонақ болып нені әкеп келдім, 2 тазымды әкеп келдім, көкарлам менен грейді әкеп келдім, Эвересті. Оның бір бақай жаралы, бірақ дегенмен жаңағы шибөріге қатты жылдамдық керек жоқ қой деп алып алғам. Бірақ кеше жүрді, бүгін тастап кетеміз деп отыр, өйткені атқа лекпейтін сияқты бүгін. Өйткені бақай ісіп кетті. Бүгін қалдырып кетемін ауылға. Бүгін 2 тазы болады. Біреуі мына тазы тамаша екен. Өнерін көресіздер қазір. Жақсы жүгірді кеше. Түлкіге жүгірді. Шибөріні ұстап берді. Шибөріні алып мықты. Биік екен. Мен Эверестімен бірдей бойы. Бұл қоян түлкі алыпты. Шибөріге кеше бірінші рет түсті. Әдемі, жақсы, бірінші рет шамалы. Басында ұстаған осы қуып жеткен. Біз жаңағы шилердің ішінде келеттік. Содан қуып кетті. Содан біз барғанша ұстап тұрып бір таласып ап. Жақсы. Содан көкарлам барып түсті. Содан шөу жабылып алдық қой. Оның алдында бір түлкіні қудық. Оны аламадық, інге кіріп кетті, бірақ тамаша әдемі қудық енді. Көреміз не түскен. Мынау камераны таққам, дұрыс киілмепті. Басымнан бүйтіп қозғалып басында. Дұрыс түсіре алмай қалдым. Бұйырған енді. Сол қатты сөкпеңіздер, мына жерде не деп ауылға жаңағы шибөрлер қозыларды жеп атқасын. 9 қозыны жеді деді ғой. Қозыларды өлтіріп тастапты. Сонымен көбейген ғой. Сарсу өзенінің бойы. Кеше аңшылатып, үйге кеп, ет жеп, түні бойы әңгіме айтып, аңшылық жайында біраз тамаша демалдық. Саламат бауырымызға Алла разы болсын, рахмет. Тамаша. Қыста тағы да келем, бұйырса. Мерде. Ат ерттеп аттыр. Нұрмұхаммед. Нұрекең. Мәне үш атты. Бәйге аты. Өте тамаша. Мерде көрінет жүр. Ауылдың кішігірім жарыстарынан өзі ауылдың арасынан бір келген ат. Мынау 4 келді деді ма? Мынау дөнен 4-ші кепті. Жаратылмай шай қосқан ат қой. Осымен анау 1, мынау 4. Мынаға мен мінем қазір. Көрген кеше дала жел болды да, шамалы мынау сөйлеп нетіп отыруға мүмкіндік болмады. Кеше күнді күн бір көріп алыңыздар, сосын бүгінге ораламыз. Ал, бисмилля. Ал. Ау, сағаттың ба білмеймін. Мана неше деп едің? 4-тің маңы оқпаған шарқ. Өтті күндер өзіңсіз
сода ма? Өзен табанында? Шилер бар ма? Ши ма? Не бар о ерлерде? Қамыс солар ма? Қамыс бар да, көп емес қазір көресің. Анау не талма бірдеңелер тұр ғой. Соларда жатқан шығар. Мынау көтерді-ау бір аяқты. Үш аяқпен аласың қазір ғой енді. Нурик, бәкіңді алдың ба? Бәкіңді мәшинеде қалдың ба? Аны қашты! Хайт! Түркі кетті. Молодец. Я көріп тұрмын. Hayt. Bu жерде кіріп кетті. Андағы ішіне кірді. Hayt. Mine gitti. Hayt. Hay молодец. Hayt. Көкөрлаңды. Ба. Ой, кіріп кет. Аламат ана көкөрлан қайда? Жоқ, ана ішіне іздеп жүр. Мәжін. Әнге кіріп кетті, айтып тұрмын ғой мен. Молодец, мықты жүгіреді екен. Тіліп баратыр ғой кәдімгі. Тамаша кездескен. Мынау үш аяқта бәртеу бірдеңе қылды. Жаңа не болғанда не алып тастайтын еді маманды. Жетпей тұр, көрдің ба? Сәл жетпей қалып тұр ғой. Болды, айырылдыңдар. Мәжін. Тамаша болды. Айырылдық бір түлкіден. Біз әлі қазір айналып көрдік қой. Анау жерде андай тоған бар. Қойшын вагон отыр ғой. Иә. Сол жерде ол ит дейді кәдімгі дауыс естіледі. Ана жаңағы семсердің охрананың вагон жігіттері де айтады, осы жерде дауыстар шығады. Қансылатты дауыс шығарады. Иә. Өзі да ғой, ақырын. Бірде алмасам, бірде аласын. Бұл жайдың жай жүгірмейді. Ис сезгенде ғана жүгіреді бұлай. Ис алып тұр осында. Хайт.
Şakal koy. Hey, 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 hey. Ey молодец, bismillah. Allahu ekber. Hey, 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 молодец. Hey, 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 hey. Өйтір көліп атыр. Өйтір көліп атыр. Айт. Мә, мынаны басын ұстап тұрыңыз. Анаған нету керек. Қанжығасына пайда керек. Деп қасылап аттық. Аяғына да жіп керек қонда. Иә. Өбірес қой. Аңшылық деген осы енді. Кейбір кісілер айтуы мүмкін енді обал деп. Бірақ қозыларды өлтіріп отыр. Қанша қозы дедің? 8 қозы? 9 қозы. Бір күнде шауып, осы шибөрілер 9 қозыны жарып кеткен. Осы өзен табанымен қарап, ауылдың адамдар түсінеді ғой енді. Қаланыкілер ғой, көбінесе айтатын. Анау, мынау деп. Иә. Міне. Шибөрі деген осы. Ашықты сәні қой. Қолымда тәң аяғын қылдырып алып жүр. Жоқ, ана үйреніп алған. Ана жерде нелей өткен сен. Өте бер деп атқан жоқ. Ол ана Ай, шіркін. Жайға жатыр ма? Ненің? Қана қайсысы? Иттікі, не дейтін еді? Үлкен ғой мына, түлкі мынандай қып нетпейді ғой. Бар, қазір, бисмилля, кездеседі тағы да. Ане өні қашты, о, яқты, арғы бетте қашты. Ане өні қашып бұратыр. Ане өні сқары дөңгелек тұр, сол яқта қашып бұратыр. Шибөрі, өте алмаймыз де. Ане өні қалың домалақ тұр, сода қашып бұратыр. Ане өні кетіп бұратыр. Түлкі ма не белен о? Жазыққа кетті. Шибөрі сияқты, я? Ане өні жазыққа кетіп бұратыр, ары қарай. Анжақта кім? Жазыққа кетті.
Алдырама енді ол. Алдырама. Наяқтың өтетін жер жоқ па? Аяқта ол тереңдеп барады. Анда айт. Анда айт. Жаттап ал мына жерді, қай жерін ау? Жасыққа кетті. Көрдің ба сен? Кетей. Мынаның ішімен қашқан шығар. Мынаның ішімен қашты ау деймін ол. Бәрі өзенге тығылады. Давай, кет. Таңертеңді бәрі шығамыз ғой өзен жағалап. Осы жағынан кіреміз ғой. Давай, өзенге қарай. Алыстағын көре алмаймыз ғой, маңымыздан шықпаса. Есеміз артқа қарай жортамыз ба? Айтайық, артқа барғанша да біраз болады. Артқа барғанша да біраз болады. Бұларың қаяқта жатады тағы да. Жерде сиырлар жатыр. Тепловизормен осылай қарауға болады. Сыртта жүрген аңның бәрі көрінеді. Шұлды көрсетеді. Қораның ішін жылу көрініп тұр. Анау жерде жылқылар тұрған. Сиыр жатыр. Қызардан. Қанша жерде кетіп барады? Көп емес, бір 300 метр ма сондай? 200 метр ма? 250-300 метр. Кесін бері қарай. Қоям ба? Аха. Қатты қызара алмай тұр, Кішкейтек оқасың. Мынаумен жақсы көрінеді екен. Түлкі емес па, ма чүлі секіріп бартқан қысың? Секіріп барады. Түлкі қайда ол бүйтіп тымсқырып жүреді ғой. Қоян, секіріп барады. Ақырын барса өркен мүмкін. Сөндіріп барсақ па? Сөндірмейміз, ғандамен жүре берсек көрінбеймін. Жоқ, фонариксіз осылай барсақ Фонариксіз деген. жүре береміз ғой, ақа. Онымен серкетіп, онымен не жүреміз? Мынау қарайтып тұрған төшік. Жүріп жүр ғой, мүмкін. Екеу жүр көрдің ба? Екеу жүр. Екі қоян жүр ма? Бірінің жанында бірі жүр, Аха. Молодец. Міне, қазақтың құмай тасы. Ауылдың tasына ештеңе жетпейді деген осы ғой негізі. Бостандықта жүрген тазы толығымен ашылады ғой. Біздікілер қамауда тұрады ғой енді. Қанша дегенменен жүгірмейді. Абақтыда тұрған сияқты ғой. Соменен 2 аптада, 1 аптада бір шығарып басақ, соменен мәз боламыз. Дегенмен мына тазылар бостандықта жүріп, қой қайырып, қоймен бірге жүріп, жылқымен бірге, мотоциклмен бірге әрдайым жүгіріп жүргеннен кейін. Мына қараңыздаршы, мына аяғы бәрі тамаша. Аяғы жараланбайды да қараңыз. Жүгірген кезде.
Ат суарып алайық қазір. Көкарлан. Үйректер кезігіп жататын болса, мылтық ала салдық. Нүрекең үйрек атады. Бір мылтықты кеше үйректер көп шықты. Сонымен алмағанымызға өкініп қалдық. Бүгін мүмкін үйректер тағы кездесіп жатса, біреуін атып аламыз. Nesibe diyeyim ha bana? İşte de кездеспесе de atımızға шығып кездесіп қалыпты. Sen şöbün be? Bu yaqtan ағып жүр, бұлай өте ме жолмен? Бағана КамАЗ өз шөбін өткен ғой. Жақсы ғой, е? Күшті анау деген тамаша кәдімгі. Анау кетпейді дейсің ғой, айтып қойдым. Қарны ашып тұр ғой. Осыны мен де көріп алайыншы деп жүрмін. Алдыңғы аяғына бүйтіп байлай саласың ба? Кейде байлайтын жер болмағанда. Анда қалай қаша алмай ма? Қаншалықты қашатын ау енді? Бүйтіп жүреді ғой бәрібір. Бұл анау ананы тұсап тұсады, мен осының қасынан бүйтіп деп өттің қасынан жеді. Қайсысы бірінші бастап кететін, мынау дейсің ба? Оа! Аха, шакалдікі ғой бұл жерде енді. Ит жоқ, не жоқ, мінім, мынау бәрі шакалдікі ғой, тура кеп тұр ғой, түлкінікі. Бүгін адреналин болмай қалды ғой. Қарны ашып тұр ғой. Үштен кетті сағат. Бүгіндікке тым кездеспеді, таңертең 9-да шыққаннан 3-ке дейін жүрдік. 3-те жаңа бір тамақ ішіп алып, әрі қарай ауылға қарай шортып келатырық. Не дейтін еді, не шибөрі, не түлкі, не қоян. Ештеңе қашпады бүгіндікке. Өзен табанымен біраз жерге бардық. Енді мына жерлерде тағы бір жақсы жерлер бар. Сол жерлерді көреміз. Әлі көрмей келатыр. Алдыңда. Енді көріп бәсе. Ай, молодец. Dostum. Ha, bismillah. Ay, молодец.
Қайдан көріп қалдың түлкіні? Әңгімелесін нәрсе айтып қояды. Атып шықты ма? Сен арман сияқты көтерсі, Иә. қалғалайған дейді. Молодецсің қараңда. Мынау жеткенше алып үлгерді ғой уже. Тықы тері болғанда, мынанқа шешесің ғой, мына аяқтары қара болып тұрады. Қара болып тұрса әлі түлеп жатыр деген сөз ше, ауыстырып жатыр. Шешкен кезде қыс түнгенге әппақ болып тұрады кәдімгідей. Шоумен сағат 7-8-дің кезі оқып қалды, 7 оқып қалды деймін. Ауылға келе жатырық. Бүгіндікке кездескен аң сол. Бір түлкі. Сонымен қанағат қылдық. Алла қаласа тағы келерміз енді. Саламат. Саламат бауырымыздың ауылына болса тағы да келеміз.